Сәлеметсіздер құрметті қатысушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен articles, яғни артикльдерді өтетін боламыз. Дегенмен ағылшын тілінде осы тақырып көбіне күрделі, яғни қиын болып келеді. Ал бүгін біз сіздермен нақты қай кезде қолданатынын үйренетін боламыз. Яғни артикльдер дегеніміз the articles. Ағылшын тілінде екіге бөлінеді. an, indefinite, яғни белгісіздік артикльдері. The definite, яғни белгілік артикль. An, one сөзінен шыққан. Ал қазақ тіліне аударсақ, one деген бір деген сөзді білдіреді. Ал бір деген бізде белгісіздік, қандай да бір зат, қандай да бір адам, бір деген белгісіздікті білдіретін сөз. Ал the, яғни the деп дыбысталады. The артиклі осы мынау деген нақты белгілі сөздерден шыққан. Белгісіздік артикльдері бізде a және n. A дауыссыз әріптердің алдына қойылса, a doll. N дауысты әріптердің. Дауысты. Ағылшын тілінде дауысты әріптер a, I, E, O, U, Y. Осы бесеуін жаттап алыңыздар. Y кейде дауысты, кейде дауыссыз болып табылады. Дәл қазақ тіліндегідей. Ағылшын тілінде сөздікті ашып қарасаңыз, қандай да бір сөздерді үйренгіңіз келсе, яғни сіз ол сөздерді артикльдермен көресіз. Мысалы, зат есімдер: a window, a boat, a wallet, a watch. Саналатын зат есімдердің жекеше түрінде ғана қолданамыз. A және N артикльдерін. An apple, яғни дауысты дыбыстардың алдында. An orange, яғни саналатын зат есімдердің алдында ғана кездеседі. Қандай мағынаны білдіреді екен? A window, қандай да бір терезе. Біз оның көлемін, ұзындығын айтып тұрған жоқпыз, білмейміз. Яғни қандай да бір зат деген мағынаны білдіреді. A boat, мынау тақта. Бұның да түсін, өңін айтып тұрған жоқпын, жай бір тақта. A wallet, яғни бумажнике. A watch, сағат. Қандай да бір сағат. Яғни саналатын зат есімдерінің алдында жекеше тұрғанда біз артикльдерді қолданамыз. An apple, алма. Қандай да бір алма. An orange, яғни апельсин. Қандай да бір апельсин. Артикльдерін затты немесе мамандығымызды атағанда қоямыз. It is a dog. Ол ит, яғни қандай да бір затты атасақ, мамандығымызды айтқан кезде I am a teacher. Немесе тыңдаушы оны бірінші рет естіп тұрған болса, бірінші рет айтып тұрсаңыз, онда артикльдерді қолданамыз. Мысалы, it is a phone. Ол телефон. Телефонның маркасын, ештеңесін айтып тұрған жоқсыз, бірінші рет айтып тұрсыз. It's a phone. Ол телефон. Яғни заттарды атаймыз. Бірінші рет аталғанда ол сөйлемде осы артикльмен кездеседі. It's a phone. Аптасына 2 рет деп айтатын болсам, twice a week. Яғни мына week тұр. What's a clever boy? Қандай ақылды бала? Яғни артикльдер түсінікті болу деген ойдан, яғни белгісіздік артикльдерді ағылшын тілінде қандай да бір зат есімдердің, яғни саналатын зат есімдердің жекеше түрінде қолданамыз. Достар, есімізде сақтап алайық. Белгісіздік артикльдер көпше түрде саналмайтын зат есімдермен мүлдем қолданылмайды. Ал the тиісінше саналатын және саналмайтын зат есімдермен бірдей қолданылады. The bananas, банан. The bananas десек, екеуінің мағынасы мүлдем өзгертілмейді. Яғни the жекеше және көпше түрде қолданыла береді. Саналмайтын зат есіммен де, саналатын зат есімдермен де қолданыла береді. The, яғни біз айтып тұрғандай белгілі осы деген сөзден шыққан, this, осы деген сөзден шыққаннан кейін, сіз мысалы give me the banana десеңіз, мысалы қандай да бір банан берші деген емес, осы бір бананды берші, яғни сөйлеуші де, сіз де қандай бананды айтып тұрғаныңыз белгілі. Яғни столдың үстінде бір банан алған шығар мүмкін, екеуіңіз де бір бананды біліп тұрсыз деген сөз. The артиклінің ерекшелігі ол әлемде қайталанбас заттардың алдында қойылады. Мысалға айтатын болсақ,
universe, ғаламшар, иә, қайталанбас ерекше бір зат есімдердің алдына қойылады. Мысалы, Астанадағы бәйтеректі алсақ та, зат есім ол, яғни ол бәйтеректер көп емес, яғни қайталанбас ерекше бір заттарды айтатын болсақ, осы the артиклін қолданамыз. Кейбір мемлекеттердің алдына қойылады. USA деген the USA, яғни ақш құрама штаттары, яғни бірнеше мемлекеттер кіреді, сондықтан the USA деп айтылады. Ал енді қазақтар, яғни бір ұлтты айтатын болсақ, немесе бір отбасын айтатын болсақ, иә, онда біз артикльдерді қоямыз. Қазақтар деген болсақ, the Kazakhs. Немесе мысалы қытайлықтар деп айтсақ, the Chinese, яғни белгілі бір ұлтты немесе отбасын айтатын болсақ, the артиклін қояды екенбіз. Төртіншіден, тіркестерде. Мысалы, in the morning, таңертең, in the evening, кешке дейтін болсақ, онда тіркестерде the артиклі кездесіп жатады. Мысалы, әйел қауымы мықты деп айтатын болсақ, иә, the women деп айтпаймыз. Яғни біз барынша women, яғни әйелдер қауымы, яғни біз белгілі болғандықтан біз the-ні қолданбаймыз. Мысалы, иттер ақылды болып келеді. Иттер ақылды. Біз жалпы нені атап тұрғанымыз белгілі. Сондықтан біз артикльдерді қоймаймыз. Мысалы, ойындардың алдында қойылмайды. Мысалы, play the basketball. Баскетбол ойнау десек, мынау қате. The-ні алып тастаймыз. Яғни бізге ол белгілі, баскетбол ойыны белгілі. Сондықтан біз баскетбол ойыны, футбол, волейбол деген сияқты ойнау деген сөзде біз қоймаймыз. Play basketball. Жай ғана осылай. Play the аспаптарда ойнау деген сөзде біз қолданамыз. Play the тамбура, play the piano. Пианинода ойнау. Яғни біз кейбір кезде қоямыз, кейбір кезде қоймаймыз. Оны нақты осылай түсініп алыңыздар. Яғни біз ойындар бізге белгілі, сондықтан біз артикльдерді қоймаймыз. Ал аспаптарда ойнау деген мағынада бұл жерде the артиклін қолданамыз. Мүлдем артикльдерді адамдардың алдында қоймаймыз. The Наргиз деп айтпаймыз, Наргиз деп айтпаймыз, иә. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.